Сәлем жас дос! Сенімен бірге шәкірт онлайн мектебі және де сенің әдебиеттік оқу пәнінен сабақ беретін мұғалімің мен Дана Амангелдіқызы. Балақай, сені бүгінгі ерекше күнмен құттықтағым келеді. Қандай күн деп тұрсың ба? Сен жарадың балақай, себебі біз бүгін кітабымыздың екінші бөлімін бастайтын боламыз. Екінші бөлімнің аты құндылықтар деп аталады. Осы уақытқа дейін өткен тақырыптарымызды қорытындылап, жаңа белеске аттамақ табалдырықта тұрмыз балақай. Сондықтан бұл сабақта мен сенен талап ететінім ең алдымен жинақы бол. Барлық біліміңді мида сақтап, жаңа білімге өз-өзіңді дайында. Керемет, ендеше сабағымызды бастайық. Бөліміміздің аты жаңа айтып өткендей құндылықтар. Ал құндылық дегеніміз не? Осы ұғымға тоқтала кетейік. Адам бойындағы жақсы қасиеттердің барлығы құндылықты құрайды. Ал адам бойындағы құндылыққа нені жатқыза аламыз? Әр құндылықтың өз қасиеті болады. Осы жайлы біз бұл бөлімімізде тереңірек өтетін боламыз. Ендеше асықпай, аптықпай, білімге терең жетуге тырысайық. Бүгінгі біз өтетін жаңа тақырыбымыздың атауы қазыналы қарттың тәлімі деп аталады. Қарттан тәлім алу ол біздің ата дәстүріміз. Атаның, әженің, ауыл қартының тәрбиесін көріп өскен бала ешқашан жаман болмайды деген сөзді естіген боларсың. Керемет, ендеше атаның алғысын, әженің алғысын, атаның батасын алған бала әрдайым тәрбиеге құнығып өсетінін ұмытпайық. Балақай, енді мына бұлтшаларға назар аудара ғой. Әр бұлтта бір сөйлем берілген. Осы сөйлемдерді оқып, өз ойымызды айтып көрейік. Қане, бірінші сөйлемді менімен бірге оқи ғой. Өнерлі, білімді баламын. Екінші, отанымды сүйемін. Үшінші, денсаулық зор байлық. Төртінші, еңбек ету қажеттілік. Бесінші, туған тілім қазақ тілі. Алтыншы, достарыма көмектесемін. Жетінші, үлкенді сыйлаймын. Сегізінші, сыпайы сөйлесемін. Келесі, ата-анамды жақсы көремін. Атамның сөзі ақылдың көзі. Соңғысы, табиғатты қорғаймын. Қане, бұны мен саған бұлайша түсіндірейін. Қазір біз бір-бірімізге уәде береміз. Осы аталған сөйлемдердің барлығын сен орындауға маған уәде бере аласың ба? Ата-анаңды сыйлап, білімді болуға, отаныңды сүйіп және достарыңа көмектесуге, еңбек етіп, үлкенді сыйлауға, денсаулығыңды күтуге уәде бере аласың ба? Жарайсың балақай, келістік. Бұл уәдеңе мен де көмектесуге тырысатын боламын. Саған сапалы білім мен дұрыс мәлімет айтуға әрқашан мен дайынмын. Керемет, ендеше ары қарай кеттік. Сабағымызды есіңде сақта атты ұғыммен бастайықшы. Есіңде сақта деген сөз бізге келесі термин оқылатынын баяндап тұр. Қане, қандай нәрсені біз есімізде сақтауымыз керек? Көз жүгіртіп, оқып көрейік. Сен экраннан оқи ғой. Ұрпақ үшін мәндісі ұлттық тұрғыдағы тәрбие. Әр халықтың тарихы, өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері, рухани және адами қасиеттері, ұлттық құндылықтары бар. Отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің орны ерекше. Отан болып қалыптасу үшін
тәрбиелі ұрпақ керек балақай. Тәрбиелі ұрпақ әрдайым отанын қалыптастырып және дамыта алады. Енді бұндай тәрбиелі болып қалыптасу үшін жаңа айта кеткендей, кімдердің рөлі зор? Дұрыс айтасың, ата мен әженің адами құндылықтарды бойға сіңіруге көмектесетін аталарымыздың, әжелеріміздің орны өте бөлек. Ал бұрынғы замандағы билер ше, оларда біздің ата-бабаларымыз. Қане, осы билермен танысайықшы. Экранда саған Төле бидің суреті көрсетілген. Төле би шамамен 1663 жылы дүниеге келген. Би шешен. Ол қазіргі Жамбыл облысының аймағында, Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан құтқаруға қатысқан ақылды шешен би болған. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Ал Төле бидің нақыл сөзі және де бүгінгі тақырыбымызға сай қазыналы қарттың тәлімі атты мәтінді бірге оқиық. Балақай, сен не істеу керектігін білесің. Менімен бірге мәнеріне келтіріп қайталап оқи ғой. Төленің жас кезі. Төле дегеніміз Төле би. Жотада мал бағып жүрсе, анадай жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақ сақалды Қоңқаби деген жасы 70-ке жеткен кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әлібек бидің. Анау үйіздеп жатқан жылқылар кімдікі? Жылан Көзбайдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жылан Көзбай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын, дейді Төле бала. Олар жүріп келе жатып, сәске түсте көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық кіші бесінге дейін шетіне шыға алмайды. Сонда жолсерік бала: ата, мынау жылқы қандай байдың жылқысы болды екен, білесіз бе, дейді. Қоңқаби: қарағым, бұл Нысапсыз деген байдың жылқысы, дейді. Нысапсыз деген қандай бай? Нысапсыз осы малды жия берген. Бұл нашарға, кедейге қайырымы жоқ байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ойпырмай, ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көздің жауынап жайқала өсіп тұр ғой, дейді бала. Шырағым, бұл Қайырсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай ма? Қай ел болады, ата, дейді. О, шырағым, айтайын. Бай бір өзі пәлен адам жалдап, осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс істетіп, еңбегін бір жеді. Енді егінді біреудің еңбегімен отырғызып, қырманға салды. Бастыртып қамбаға қойды. Мұның бәрін өзі істемеді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа сатты, дейді. Өзі жан қинамай үйде рахаттанып жатты. Келесі жылы тағы егін ектірді. Енді 2 есе адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете береді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатады. Мұның қайырсыз болатын себебі осы. Түсініп ал, балам. Төле би сол жол үстінде жолыққан Қоңқа атты қартты үнемі құрметпен еске алып, өзіне ұстаз тұтқан екен. Даланың дара ділмарлары атты кітаптан алынған бұл шығарма. Балақай, қане,
осы шығармадан түсінгеніңді маған айта қойшы, не түсіндің? Нысапсыз, қайырсыз атты байлар, яғни елге пайдасы жоқ екен, не? Ал осы шығармада саған түсініксіз болған сөздер болды ма? Ендеше экранға назар аудара қой. Сөздікпен жұмыс жасайық. Үйездеу. Үйездеу дегеніміз ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып, топтанып тұруы үйездеу деп аталады. Ал жер айдау дейді. Ал жер айдау дегеніміз не? Жер айдау дегеніміз ол жер жырту деген мағынаны білдіреді екен. Керемет. Ендеше тапсырма орындайық. Шығармадағы нысапсыз бай мен қайырсыз байдың іс-әрекетін салыстырып көріңдерші. Ол үшін тақтадағы Вен диаграммасына назар аудар. Нысапсыз бай, қайырсыз бай екеуі қандай? Қай жағынан ұқсайды? Дұрыс айтасың, олардың екеуінің де елге пайдасы жоқ. Елдің ақысын жеуге шебер байлар екен. Ал айырмашылық ше? Дұрыс айтасың, нысапсыз бай ол не істейді? Малға, ал қайырсыз бай болса егінге қайыры жоқ бай екен. Енді мына тапсырмаға назар аудара қой, балақай. Экранға назар аудар. Сөздің айтылуы мен жазылуын анықта. Жылан көз, төлебей, төлебей деп естіледі. Жылан көз, төлебей. Қане, осылардың қайсысы айтылуына, қайсысы жазылуына сәйкес келеді? Дұрыс айтасың, балақай. Бірінші айтылуына, екінші жазылуына сәйкес келеді. Жылан көз, төлебей. Немесе жылан көз, төлебей. Балақай, эксперимент жасап көрейік. Білесің бе, сөздің айтылуындағы дыбыстарды біз қалай айқындай аламыз? Ол үшін, мысалға жазылуында жылан көз деп тұр, иә? Енді осы жылан көзді бірнеше рет тез-тез қайтала. Жылан көз, жылан көз, жылан көз, жылан көз, жылан көз, жылан көз, жылан көз. Қара, жылан көз. Иә? Төлебей, 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 төлебей деп айтылып тұр, иә? Яғни айтылуы төлебей. Жазылуы төлебей. Енді мен саған сұрақ қояйын, сен ойланып, жауап бере қой. Бірінші, нысапсыз бай мен қайырсыз байға қандай адами құндылықтар жетіспейді? Қалай ойлайсың? Мысалға, қайырымдылық жетіспейді, е? Қанағатшылдық жетіспейді. Мұқтажға көмектесу. Тағы. Жарайсың. Келесі сұрағым. Мәтін неліктен қазыналы қарттың тәлімі деп аталады? Ойланып көрші. Қартты біз қазына деп атаймыз, е? Не үшін қазына деп атаймыз? Ал тәлім дегеніміз не? Яғни әрбір жасы үлкен кісінің көрегені, көргені мол екен. Көре-көре көсем боласың дейді. Осындай көсемдеріміздің тәлімі бізге әрдайым қазынамен пара-пар. Үшінші сұрақ. Төлебей қоңқа қарттан қандай тәлім алды? Яғни дұрыс айтасың, қайырымды болуды үйренді, нысапсыз болмауды үйренді, е? Жарайсың. Енді біз жаңа оқығанымыз шешендік сөз болды. Ал шешендік сөз дегеніміз не еді? Балақай, есімізге түсірейікші. Ол қазақ халқының ерте заманнан бері келе жатқан өнері, сөз өнері, е? Шешендік сөзде терең ой, терең даналық жатыр. Нағыз шешен тапқыр, әділ, топ алдында сөз бастай білетін, батыл, әрі сабырлы екен. Сен қандай шешендерді білесің?
Дұрыс айтасың, бізге барлығымызға таныс ол жиренше шешен екен. Енді тақырыбымызға қосымша ретінде жиренше шешеннің сөздерін сен оқып, мазмұнын түсініп, өзіңе керекті мәлімет алсаң болады. Ал мен сабағымды осымен аяқтаймын балақай. Үйге тапсырма ретінде біз оқыған мәтін бойынша жоспар құр және оны дәптеріңе жазып ал. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда жүздескенше балақай.